Бүгін сілерге әмең сұраған майонез деп көрсетемін. 5 дана піскен майегімізді банкаға салып, үстіне 2 қасық уксус құйып, арқаларын күйдіріп жібереміз. Енді ярым стакан су құйып, үстін маймен толтырамыз. Бір шымшым тұз саламыз. Блендерменен бәрін бұламыққа айландырамыз. Әмесі езілгеннен кейін дәмін көреміз. Жеп көрсең дәмі күйдіргі болып шыққан майонезге де жақын емес, соң үшін бұны қайталамаң. Кеттік қане таза майонездің жаңа түрін көрсетейін. Бір майекті қалтадан алып, оны шағамыз. Ішіне ярым қасық горчица саламыз. Горчицаны базардан тауып аласыз, горчица деп айтсаңыз өздері жүгіріп келеді. Бір қасық уксус құйып, тұзымызды шымшып саламыз. Енді майымыздың құдайын беріп, банкымызды майға толтырамыз. Бұны да блендердің астына өткіземіз. Егер сізде блендер жоқ болса, миксерден пайдалансаңыз да болады, миксерден де шығады. Егер массамыз қоп-қою болса, бұл таяр болды деген. Енді арқайын оливье салатларға сала береміз. Бір дана тауықтың баласынан ярым банка майонез шықты. Сол майонез ярым қазан оливьеге жетті. Сол үшін мынау маған азлық етеді деп дәлдірлеп көплеу істеуге әрекет етпей ақ қойын, дәмін бүлдіріп аласыз. Мен басымнан өткен соң үшін шошаңламай ақ қойын. Ал енді манты мен жүрек жалғап аламыз. Бүгін біздер манты пісіреміз. Бірінші болып қолларымызды жақсылап жуып аламыз, көпіртіп. Малды мұздатқыштан аламыз. 3 суалақ қамыр аламыз, һәм таза тұзымызды ашамыз. Себебі бұрынғы тұзымыз таусылып қалды. Басымызға орамал тағып аламыз да қамырымызды жақсылап қойып елеп тастаймыз. Міне осындай мощный қамыр болады, дем береміз енді азғантай. Малымызды миксерде майда қылып майдалап аламыз. Көздің сорпасын ағызып отырмай, пияз жанардан қосып майдалап тастаймыз. Азғантай жүрек жалғап аламыз. Қамырларымызды осындай қылып жайып, кесіп, ішін толтырып бүге береміз. Листлерімізді үсті-үстіне қойып, қайнаған суға қоямыз 45 минутқа. Осындай әжайып мантылар шығады, сілер де пісіріп көрің.